Қарапайым таңды көз алдыңызға елестетіңізші. Үй іші тып-тыныш. Перде арасынан сығалаған күн сәулесі бөлмеге жайлап еніп жатыр. Сіз асханаға барып, әдетіңізше бір стақан су толтырып аласыз. Алғашқы ұрттам таныс сәт пе? Дәл осы кезде сіз өз денеңізге жақсылық жасап жатырмын деп ойлайсыз. Бір қарағанда зиянсыз көрінетін бұл әдет уақыт өте келе денсаулықты іштен құртады. Әсіресе жасы 60-тан асқан жандар үшін бұл аса қауіпті. Бүгін мен Мирас Ерланұлы қымбат дәрілер, күрделі процедуралар немесе қатаң диеталар туралы айтпаймын. Біз жай ғана су туралы сөйлесеміз. Оны қалай ішесіз және оған не қосасыз? Себебі қан тамырларының тазалығы, жүректің қуаты, тіпті мидың сергектігі дәл осы кішкентай ғана таңғы әдетіңізге байланысты. Негізгі әңгімеге көшпес бұрын бір маңызды жайтты түсініп алуымыз керек. 60 жастан асқан соң ағзаның сумен жұмыс істеу механизмі өзгереді. Жастық шақ ағза өте икемді келеді. Таңертең суды қалай ішсеңіз де, денеңіз оны тез реттеп қабылдап әкетеді. Ал 60-тан кейін әрбір ұсақ әрекет шешуші рөл атқарады. Жас ұлғая келе қан тамырлардың серпімділігі төмендейді. Жас кезде тамырлар серпімді резеңке сияқты. Қан ағысына қарай еркін кеңейіп, жиырыла береді. Ал уақыт өте келе олар қатайып, шыны секілді морт сынатын күйге жақындайды. Олар тез шаршайды және кез келген ішкі стреске баяу жауап береді. Таңертеңгі қанның қоюлануы. Ұйқы кезіндегі 7-8 сағат ішінде ағзаға су да тамақ та түспейді. Түнде тыныс алу және терлеу арқылы біз жарты литрге дейін сұйықтық жоғалтамыз. Соның салдарынан таңертең қан қоюланып, тромбоциттердің жабысқақтығы артады. Қою қанның тар әрі қатайған тамырлармен жүруі жүрекке үлкен салмақ салады. Ояну гормоны, кортизолдың шарықтауы. Таңертең денеде кортизол деңгейі табиғи түрде көтеріледі. Бұл гормон ағзаны ояту үшін қан тамырларды тарылтып, қан қысымын жоғарылатады. Осының бәрі таңғы уақытта бір нүктеде тоғысады. Міне, дәл осы сәтте сіздің таңертеңгі су ішу әдетіміз құтқарушы факторға айналуы тиіс. Ұйқыдан ояна салыспен тік тұрып, мұздай суды бірдеммен ішіп салу, бұл сіздің қан тамырларыңыз үшін нағыз соққы. Себебі суық тамыр тарылтқыш. Мұздай судың әрбір ұрттамы бүкіл асқазан ішек жолдары мен оның айналасындағы тамырлардың рефлекторлы спазмын тартылуын тудырады. Қан аяққа қарай тез кетіп, миға баратын қан мөлшері азаяды. Ортостатикалық гипотензия, яғни кенет тік тұрғанда қан төменге қарай ағып, жүрек оны миға жеткізіп үлгермей жатады. 60 жастан асқанда бұл механизм баяулайды. Тез тұрып, тез су ішу дәл сол секундта бастың айналуына, тіпті көздің қарауытуына әкеп соғуы мүмкін. Бос асқазанға бірден 1-2 стақан суды ішу ішкі мүшелердің жиырылуын тудырып, жүрек соғысын жиілетеді. Менің кеңесім: оянған соң 1 минут төсекте отырып терең тыныс алыңыз. Содан кейін ғана бөлме температурасындағы немесе сәл жылы суды кішкентай ұрттамдармен асықпай ішіңіз. Ағзаңызды шокпен емес, таңертеңгі режимге жайлап көшіріңіз. 35-40 градус шамасындағы жылы су ағза үшін ең қолайлы таңдау. Дене суық суды жылыту үшін энергия жұмсайды. Ал таңертең ұйқыдан жаңа оянған ағзада ол ресурс өте аз. Жылы су бірден сіңеді. Жылы су асқазан бездерімен өт қапшығын жұмысқа баяу дайындайды. Жылы су қан тамырларын шоксыз біртіндеп кеңейтеді. Бұл ағзаны қинамай жайлап оятудың алтын қағидасы. Бұл туралы мамандар сирек айтады. Таңертеңгі жылы суға шай қасықтың ұшымен ғана бір шымшым кәдімгі ас тұзын қосудың физиологиялық мәні зор. Натрий жасушаның негізгі иондарының бірі. Таза су ішсеңіз, ол тез сіңіп, бүйрек арқылы шығып кетеді. Ал аздап тұзы бар су тамыр жүйесінде ұзағырақ бөгеліп, қанды тиімдірек сұйылтады. 60-тан асқан соң ағза натрийді ұстау қабілетін жоғалта бастайды. Таза суды көп ішу натрийдің шайылып кетуіне әкелуі мүмкін. Оның белгілері: әлсіздік, бас айналу және бас ауруы. Бұл кеңес қан қысымы қалыпты адамдарға арналған. Егер қан қысымыңыз жоғары болса, тұздық қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіңіз. Сау адамдар үшін бір шымшым йодталмаған таза ас тұзы таптырмас көмекші. Жылы суға қосылған бірнеше тамшы лимон шырыны кек дәм үшін емес, тән саулығы үшін қажет. С витамині және коллаген. Бұл витамин қан тамыр қабырғаларының беріктерін сақтайтын коллаген синтезін ынталандырады. Жасы 60-тан асқанда қан тамырлардың серпімділігі азаяды. Ал лимон бұл процесті баяулатуға көмектеседі. Лимон құрамындағы цитраттар несеп жолдарында тұздардың кристалдануына жол бермейді. Бұл бүйрек тастарының алдын алудың қарапайым әдісі.
Лимон қышқыл болғанымен, ағзаға түскен соң сілтілік реакция береді. Бұл ас қорыту жолдарының жұмысын жеңілдетіп, ішкі ортаның тепе-теңдігін сақтайды. Тек 2-3 тамшы ғана. Мақсатымыз қышқыл су ішу емес, ағзаға жайлы қолдау көрсету. Егер сізде гастрит болса немесе асқазан қышқылдығы жоғары болса, лимонды қоспағаныңыз абзал. Таңертеңгі су ішуді алтын рецепция. Бәрін кезең-кезеңімен дұрыс орындайық. Бірінші, асықпаңыз. Оянған соң төсекте 1 минут отырып, керен тыныс алыңыз. Екінші, жылы су дайындаңыз. Температурасы 37-40 градус болуы тиіс. Үшінші, 1 шымшым тұз. Шай қасықтың ұшымен ғана, тек гипертониясы жоқ жандар үшін. Төртінші, 2-3 тамшы лимон, тек асқазаны сау жандар үшін. Бесінші, баяу ішіңіз. 5 минут бойы кішкентай ұрттамдармен рахаттанып ішіңіз. Шок емес, жайлы ояну маңызды. Алтыншы, күте тұрыңыз. Судан кейін кем дегенде 20 минут бойы ас ішпеңіз. Ас қорыту жүйесінің толық іске қосылуына мүмкіндік беріңіз. Бұл әдісті Жапония мен Оңтүстік Кореяның дәстүрлі медицинасында, сондай-ақ аюрведада ертеден белгілі. Қазіргі ғылымда мұны растайды. Жылы су ферменттерді белсендіреді. Тұз электролит тепе-теңдігін сақтайды, ал лимон тамыр тонусын қолдайды. Мағызды сақтық шараларына келсек. Тұз. Гипертония, яғни жоғары қан қысымы, бүйрек аурулары және жүрек жеткіліксіздігі кезінде тұзды пайдалануға тыйым салынады. Лимон асқазан жарасы немесе гастрит кезінде лимонды алып тастаңыз. Сондай-ақ тіс эмалін қорғау үшін судан кейін аузыңызды таза сумен шайып жіберіңіз. 60-тан асқанда денсаулықты сақтау. Міндетті түрде күрделі ем қабылдау деген сөз емес. Көбіне бұл біз күнделікті жасайтын қарапайым әдеттерге байланысты. Мезгілсіз шаршау, бас айналу немесе тоңғақтық. Бұл тек қарттықтың белгісі емес, көбіне ағзаның сусыздануының салдары. Ертеңнен бастап көріңіз. Баяу ояну, жылы су, 1 шымшым тұз және лимон. Тән әрқашан күтімге жауап береді. Оған тек сәл ғана жәрдемдесу қажет. Дәрігер Мирас арнасына жазылыңыз. Өзіңізді күтіңіз. Сау болыңыз.